Енді мына ертіс жайлы бір ән түсіру керек еді. Бір ән жазу керек еді. Енді Алла қаласа жазамыз енді. Жалпы әндер көп қой ертіс жайлы, бірақ енді хит болған ән жоқтың қасы да. Жоқ, ертіс туралы хит болған ән жоқ қой. Бір качок жазу керек еді. Шудың бойында деген міне ән. Міне хит ән. Халықтың көңілінен шыққан ән. Рас, керемет. Бірақ ана шудымен мына ертісті салыстыру келмейді секілді. Арыс жағасында қандай? Арыс жағасында иә, шәмшінің. Бертінгелі деген енді шудың бойында ғой бертінде. Оның алдында енді шәмші бабамыздың енді ол ән ол басқа, ол заманның хиті ғой енді. Қазір заманның хиті енді сол шудың бойында. Бірақ Арыс өзені, мына Шу өзені мына ертістен кішірек пе деп ойлаймын да мен өзім. Мен өзім көрмеппіз. Бірақ ана оқыған кезде айтады, ең үлкен өзен бұл ертіс өзені деп. Қазақстанда. Керемет. Енді сол ең үлкен өзендегі Қазақстандағы өзен туралы бір ән шығарамасақ. Ең үлкен ән шығара алмасақ енді ұят болады, бәке. Шығарғанда енді оны дұрыстап шығара көрген шығармашылық. Ол неге байланысты? Шабытқа байланысты. Міне қазір шабыт қарап тұрмыз. Сол жаққа қараймыз, оң жаққа қараймыз, шабыт көрінбейді. Шабайын десең, шабыт жоқ қой, шабыт үстінде бар. Шабайын десең, шабыт болмайды сол. Біреу айтыпты ғой. Сондықтан да бір көзімді ашсам, біреу айтыпты ғой, оң жағымды көзімді ашсам, оң жағымда 80 қыз, сол жағымда 80 қыз деп, сол сияқты. Иә, мынау оң жағымда, сол жағымда ертіс болып тұр енді. Сондықтан енді шабыттанайық. Енді шабыт ұстайық енді бір күніге. Бір күн бүгін болмай тұрған сияқты енді шабыт енді. Қой қайтайық. Күнге күйіп бетімен. Жақсы, давай.